Келесі біздің жауап беретін тақырыбымыз бұл 9-шы тарау, көлікті жолдың үстінде орналастыру деген. Яғни көлікті қалай жолдың үстінде орналастырамыз. Сұрақтарға сол жауап берейік. Мына жерде бірінші сұрақ: егер сіз жылдамдығыңыз 40-тан аспаса дейді. 40-тан аспаса, онда қай жолақпен жүрсеңіз болады дейді. Бұндай жағдайда сіз тек оң жақ жолақпен жүресіз, тек мүмкіндігінше оң жақ жолақпен жүресіз. В крайне правой полосе деп қоямыз. Мынау 3 жолақты жол естеріңізде болса, бұл жердегі ең шеткі жолақтар әр бағытқа арналған, ал ортадағы жолақ ол уақытша маневр үшін, озу үшін, немесе солға бұрылу үшін, кері айлану үшін. Енді дәл осы жерде қандай сұрақ? Мотоцикл жүргізушісі мына көлікті озып бара жатыр. Енді сіз мотоциклді оссаңыз бола ма деп тұр. Әрине болмайды. Басып озу деген ол негізі екінші жолақпен ғана жасалатын маневр. Сондықтан бұл жерде болмайды деп жауап береміз. Егер сіз жылдамдығыңыз 40-тан аспаса, оң жақ жолақтан басқа жолаққа ауыссаңыз бола ма дейді. Әрине болады. Біз өмір бақи 40-пен жүрген кезде өмір бақи бірінші полосамен жүре бермейміз ғой. Біз деген егер алдымыздағы тоқтап тұрған көлікті айланып өтсек, немесе бізден де ақырын келетқан көлікті озып кетсек, не болмаса солға бұрылғымыз келсе, кері айланғымыз келсе, енді басқа бір жолдар болады ғой, кері айлануға болатын. Не болмаса сол жаққа тоқтайтын кезде болса, онда болса басқа полосаға ауысып кетсек болады екен. Яғни осы айтылғанның бәрі де болады деп жауап береміз. Қай жолақтан жалғастыра беруге болады дейді. Біз деген қаланың сыртына шығып кеттік деп тұр белгі. Егер біз қаланың сыртына шығып кетсек, мүмкіндігінше оң жақпен жүруіміз керек. Сондықтан ближе к правому краю деп қоямыз. Ортаңғы жолаққа шығуға бола ма дейді. Жаңағы сияқты нәрсе, бұл 3 жолақты жол. Болады. Не үшін? Озу үшін, айланып өту үшін, немесе солға бұрылу, немесе кері айлану үшін дейді. Яғни толық жауап мынау 3 екен. Осы қай көрсетілгеннің ішінде дистанция деп аталады? Қай қашықтық дистанция деп аталады? Дистанция деген ол бір жолақта келетқан жүргізушілердің ара қашықтығы. Яғни ол мынау. Мынаны біз дистанция деп айтамыз. Мына автобусты озып кеткеннен кейін қай жолақпен қозғалысыңызды жалғастыра берсеңіз болады дейді. Бұл қаланың іші, көріп тұрсаңыз. Қаланың ішінде ең бастысы 3 жолақ болмаса болды. Егер 2 жолақ болса, мына автобусты озып кетіп, кез келген жолақпен жүре берсек болады. 1 немесе 2-мен жүре берсек те болады. Сондықтан 3-ші жауап қоямыз. Мына көрсетілген қашықтықтардың қайсысы бүйірдегі интервал деп аталады? Бүйірдегі интервал деген ол мына машиналардың арасындағы қауіпті ара қашықтық. Яғни мынаны біз бүйірдегі дейміз. Бүйірдегі деп осы көлік соғып қалатындай, немесе көлікпен басқа бір кереге, столб дейміз. Яғни өтіп кететіндей қашықтықты айтамыз. Яғни мына көліктердің ара қашықтығы мына 1 мен 2. Ол интервал. Жолдың шетімен соғылатын ештеңке жоқ. Бұл жерде интервал деген жоқ. Яғни мына екеуін ғана біз интервал дейміз. 1 және 2 екен. Мына жолда қанша жолақ бар дейді? Бұл жолда 2 жолақ бар. Трамвайдың жолмен жүре беруге бола ма дейді.
алдыңғы сабақта айтып кеткеніміздей, трамвайдың жолағымен жүруге болады маневр жасаған кезде. Маневр жасап болғаннан кейін әрине қайту керек, бірақ бұл трамвайдың жолағы жаңағы жолы біздің бағытта болуға тиіс. Мына картинкада әрине мынау біздің бағыттағы трамвайдың жолы, сондықтан болады. Так, просто болады деп қоя саламыз. Тротуардың үстіне қандай көліктерге машина қоюға болады дейді. Тротуардың үстіне қоюға болады, егер ол көлік жеңіл бұл көлік болса, немесе мотоцикл болса, иә. Бірақ мына жерде сұрақ не деп тұр? Мына жердегі сұрақ жүруге болады. Қандай көліктерге бұл тротуармен жүруге болады дейді. Болады, егер кез келген машинаға негізі жүруге болады тротуардың үстімен, егер ол басқа мүмкіндігі болмаса, егер ол бір затты апара жатса, сол жерге басқа ешқандай жол жоқ болса, және ол жерде жаяу жүретін адамдарға кедергі болмайтын болса, онда болады деп айтқан. Сондықтан мына екінші жауапты қойсақ болады. Так. Соны қоямыз. Қай траекториямен қозғалыс жалғасақ болады дейді. Біз алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Егер біз оңға солға бұрылған кезде ең бастысы қарама-қарсы бағытқа шықпауымыз керек дегенбіз. Енді ортадағы ол реверсивті жолақ біз білмейміз. Біздікі ма, қарама-қарсы ма біз білмейміз. Мына знак айтып тұр, сіздің шығатын жолыңызда реверсивті қозғалыс болады дейді. Сондықтан біз ең шеткі жолаққа түскеніміз дұрыс. Өйткені ортаңғы жолақ белгісіз, біздікі ма, біздікі емес пе? Сондықтан 1 деп қоямыз. Егер алдымыздағы 3 жолақты жол болса, солға бұрылғыңыз келсе, қай жолақтан бұрыласыз дейді. Әрине ортаңғы маневр үшін арналған жолақпен бұрыламыз. Сұрақ не дейді? При движении по дороге прямом направлении вам следует расплачивать автомобиль. Түсінікті. Егер сіз үлкен жолда келе жатқан кезде бірнеше жолақты болса, машинаңызды қалай жүргізуіңіз керек дейді. Яғни біз деген нақты сол жолақтың ішімен жүруіміз керек. Яғни екі жақтағы сызығымыз бірдей болу керек. Симметрия деген сақталу керек. Оң жағымызда айна қараймыз, яғни біз сол жақ, оң жақ, екі жақ айнамызға қараймыз да байқаймыз. Сызықтар біздің көліктің дөңгелегінен қаншалықты алыс. Сөйтіп біз ортамен жүруге тырысады екенбіз. Сондықтан аны қоямыз. Қай бағытта қозғалысты жалғастыра берсеңіз болады? Бұл белгі міндеттеп тұрған жоқ, сізге оңға солға жүр деп, бұл белгі айтып тұр. Мына сіздің қиылысатын жолыңызда реверсивті жолақ бар деп тұр. Яғни біз қайда барсақ та сол жаққа кете берсек болады, кез келген бағытқа жүре берсек болады. Қай жолақпен жүре берсеңіз болады, егер сіз қаланың ішінде болсаңыз дейді. Егер сіз қаланың ішінде болсаңыз, жаңа айтқанбыз, кез келген жолақпен жүре берсеңіз болады, егер ол жер бірінші немесе екінші жолақ болса. Егер ол жерде 3 жолақ болса, қаланың ішінде, онда озып болғаннан кейін 3-ші жолақтан кетіп қалуыңыз керек. Ал бұл жерде енді 2-ақ жолақ болғаннан кейін кез келгенмен жүре берсе болады дейміз. Трамвайдың жолағымен тура жүре беруге бола ма дейді. Мына жерде енді белгі тұр. Бұл жерде белгі нақты айтып тұр. 2-ақ жолақ бар дейді. Бірінші жолақ мынау, оңға жүретін, екінші жолақ тура және солға. Яғни бұл жолмен жүруге болмайды. Есімізде қоя, егер жерде белгі жоқ болса бола беретін еді, ал белгі тұрғандықтан болмайды. Егер сіз қаланың сыртына шығып кетсеңіз, қандай жолақпен жүресіз деп сұрақ қойып қойыпты. Қаланың сыртына шығып кеткен кезде мүмкіндігінше біз оң жақпен жүруіміз керек. Яғни екінші жауап.
Мына көріністе көк көлік трамвайдың жолағымен көлікті озып бара жатыр. Енді сізге осы көліктің өзін озуға бола ма дейді, көк көліктің өзін. Әрине болмайды. Өйткені трамвайдың ар жағы қарама қарсы бағытқа шығып кетеді деп санаймыз. Сондықтан болмайды деп жауап береміз. Егер сіз жүріп келе жатқан жолыңызда ешқандай сызық жоқ, ешқандай жол белгісі жоқ, ондай кезде жолды қалай анықтайсыз, қанша жолақ бар екенін қалай жүресіз дейді да. Онда біз жалпы жолдың енін есептейміз, 12-ке бөлеміз және оның жартысын, яғни оң жағын өзіміздің көліктің енімен есептей, жанымыздағы бүйірдегі қашықтықты есептей, өз көз мөлшерімізбен қанша жолақ бар екенін анықтаймыз. Не болмаса алдымызға қараймыз, алдымыздағы қанша қатармен көліктер кетіп бара жатыр. Егер екі қатар машина кетіп бара жатса, яғни біздің бағытымызда екі жолақ бар. Үш қатар машина кетіп бара жатса, үш жолақ бар деп солай анықтайды екенбіз. Яғни біз деген өзіміздің жолдың енін және көліктің ені мен жаңағы арасындағы бүйірді есептеген өзіміз табады екенбіз деп жауап береміз. Мына жерде жауап толық емес. Мына жолда қанша жолақ бар екен дейді. Ортада тек екі ақсық сызылған, басқа ештеңе айтылмаған, яғни бұл жерде 4 жолақ бар. Себебі байқасаңыз, мына жақта 2 машина келе жатыр. Сондықтан мына жерде 2 машина сыйса, мына жақта да 2 машина сыяды. Сондықтан бұл 4 жолақты жол деп айтсақ болады екен. Мына жүк көлігіне тротуардың үстімен жүруге бола ма дейді. Дәл осындай сұрақ бізде болған. Кез келген машина жүруге болады, егер ол басқа мүмкіндік болмаса және жаяу жүретін адамдарға кедергі жасамайтын болса деп айтамыз. Төртінші жауапты қоямыз. Мынандай сұрақ бізде болған. Мына белгінің аты алдымызда реверсивті жолақ бар көше дейді. Яғни оңға солға бұрылған кезде біз айтқанбыз, ең шеткі жолақты таңдаймыз деп, ең шеткі оң жақтағы. Яғни ең шеттегі оң жақтағы жолақ ол екінші траектория. Мына көлікті озып болғаннан кейін ары қарай жалғастырып жүре берсе бола ма дейді, сол жақ жолақпен. Озып болғаннан кейін жүре беруге болмайды. Өйткені ортадағы жолақ ол біз үшін де қарама қарсы бағыттағы көліктер үшін де пайдаланады. Сондықтан біз озып болғаннан кейін өзіміздің жолаққа кетіп қалуымыз керек. Яғни бұл жолақпен жүре беруге болмайды. Мына жерде ең шеткі сол жақ жолаққа шығып кетуге бола ма дейді. Мына жерде апат болған трактор бұлардың жанынан өтіп бара жатыр. Болмайды. Біз трактордың артынан жүруіміз керек. Өйткені үшінші қарама қарсы бағытқа шығуға болмайды деп айтқанбыз. Екінші жолаққа ғана шығуға болады қарама қарсы. Үшінші немесе басқа қарама қарсы жолаққа болмайды дегенбіз. Яғни жауап болмайды деп қоямыз. Қай көліктің жүргізушісі оңға бұрылған кезде жол жүру ережесін бұзды? Бұл жерде кішкене мына көрініс сәл дұрыс жасалмаған сияқты. Мынау енді үш жолақты жол деп санайтын болсақ, мына көріністе, онда ережені бұзып тұрған онда автобус жүргізушісі. Негізі мына жерде екі сызық сызылу керек еді, мына 4 жолақты. Егер 4 жолақты жол болса, егер автобус көлігі қарама қарсы бағытқа шықпаса, онда екеуі де дұрыс болатын еді. Бірақ енді мына суретке қарайтын болсақ, мынау 3 жолақты жол сияқты, ондай болса автобус көлігі жол ережені бұзып тұр. Өйткені бірден екінші жолаққа шығып кетуге болмайды деп айтамыз. Яғни автобус деп қоямыз. Қаланың ішіне кірдік. Қаланың ішінде бір бағытта 3 жолақ бар екені, қай жолақпен жүре беруге болады дейді. Кез келген жолақпен жүреміз, ең шеткіден басқасына. Өйткені
Екі жолақ болса любоймен жүре береміз. Егер үш жолақ немесе одан артық болса ең шеткімен тек маневр жасағанда ғана пайдаланамыз, немесе екі жолақ машина толып кеткенде ғана шеткі жолақпен жүруге болады. Ал дәл қазір бұл жерде ешкім жоқ, сондықтан кез келген мен болады, бірақ ең шеткіден басқасына деп жазамыз. По любой, кроме левый деп тұр, соны қоямыз. Мына жерде қай траекториямен қозғалысты жалғастыра беруге болады. Бұл үш жолақты жол, ортаңғы жолақпен біз араз жүріп келе жатсақ, яғни біз маневр жасау үшін ғана шыққанбыз. Яғни біз солға немесе кері айлану үшін пайдалансақ болады. Тура жүру үшін, оңға жүру үшін болмайды. Яғни бір мен екінші траектория деп қояды екенбіз. Бұл жерден де төрт категория